Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, сендер қандай ойын ойнап жатсыңдар? Қазақтың ойыны. Өте керемет балалар, бәрекелді. Балалар, мен сендермен қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойынын ойнағым келіп тұр. Ойынды бастамас бұрын ережесімен танысып алайық. Балалар, мына қоржында не бар екен? Асық, дұрыс айтасыңдар. Ой балалар, асық бар. Қазір осы асықты алақай ау алақай басталды қанталапай деп сіздерге тастаймын. Сіздер асықты жинап аласыңдар, иә? Осы асықтың ішінде бір түйір қан асық бар. Сол қан асықты қай бала алса, ойынды сол бала бастайды. Және олай болса, талапай ау талапай басталды ойын алақай. Талапай, 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 талапай. Бүгінгі қанталапай ойынның қан асығын қай бала алды екен? Ой жарайсың Абдулла, кәне келе ғой. Олай болса, асығымызды ата ғой. Ой керемет. Ой балалар, Нұрали 8 алмай қалған екен. Олай болса, Нұралиге тағы бір мүмкіндік берейік. Нұрали, мен саған сұрақ қойғым келіп тұр. Асықты қандай малдың сүйегінен алады? Өте жақсы балалар. Қане тағы бір мүмкіндігімді пайдаланып ата ғой. Ой бәрекелді. Ала ғой. Жарайсың Нұрали. Асығыңды жинап ала ғой. Бәрекелді ай болады. Ай бәрекелді. Қайсы кел, ала ғой. Асықлатқан асықтарыңды ала ғой. Балалар, Әділбек 8 алмай қалды, иә? Балалар, Әділбекке тағы да бір мүмкіндік бергіміз келіп отыр. Әділбек, айта қойшы, қазақтың қандай ұлттық тағамдарын білесің? Ой, бәрекелді. Қазақтың ұлттық тағамдарын жақсы біледі екен. Олай болса, тағы бір мүмкіндігімді пайдаланып ата ғой. Ой балалар, бәрің шетінен мерген екенсіңдер. Сендердің ойындарың өте ұнады. Олай болса, бүгінгі қанталапай ойынның жеңімпазын анықтай қояйық. Кімде көп асық, сол бала жеңімпаз болады. Және уақыттарыңызды санай қойыңдар. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, Бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы балалар Ағаділ. Ағаділ өзінің мергендігімен өзіне көп асық ұтып алды. Кәне құттықтаймыз. Жарайсың Ағаділ. Өте керемет. Бүгінгі балалар, сендердің ойындарың маған қатты ұнады. Бәрің шетінен өте мерген, сондай ақылды, керемет балалар екенсіңдер. Сендерге көп рахмет.